Ассалаумағалейкум ағайын. Армысыздар? Есімім Мейрам. Біраз мына тақырыбым орыс тіліндегі түркизмдері, яғни қазақ сөздері. Осы жайында көп айтады, бірақ нақты қай сөздер көп мен соны көрмеймін. Айтылғанмен нақты соған назар аударылмайтын сияқты. Соны айтқым келіп отыр. Ішімдегі білгенімді ішіме сақтамай айтып кетейін, айтайын дегенім ғой. Бірінші сөз ыдыра. Ыдыра ол не? Ыдырау деген не? Ол бүтін бір нәрсе, сол бүтіндігін жоғалтып ыдырайды деген. Яғни мысалы тозығы жеткен тозған киім сабалақ болып ыдырай бастайды. Болмаса елдің ыдырауы деген бар. Қоғамның ыдыраған қоғам деген бар, мысалы. Бірлігі жоқ. Яғни ыдыра деген сөз бірігу деген сөзге антоним. Бірігу, оған антоним сөз ыдырау. Енді мына орыс тілінде, қазақ тілінде ыдыра деп жазылады. Ал орыс тілінде мына ы деген әріп жоқ. Орыс тілінің грамматикасына сай бұл сөз дыра деп жазылады. Дыра. ы деген әріп болмайды, дыра деп жазылады. Сондықтан мына осы сөзді аңғармайды. Неге сен орыс тілінде ол кәдімгі орыстың сөзі сияқты болып көрініп тұрады ғой енді. Мысалы, дыра арасында драка, мысалы. Драка деген бір-бірімен жанжалдасып, төбелесіп, енді ыдырау ғой. Бірлігінен айылып, достығынан айылып, бір-бірімен төбелесіп деген сияқты ыдырау мына. Келесі сөз дрова. Ол бір бүтін ағаш, мысалы. Соны кеседі, шабады, жарады, уақтайды болмаса. Уақтап, дрова қылады. Бүтін ағашты ыдырату. Тағы қандай сөз бар? Дробь дейді мына, дробить. Ол мысалы математикада бүтін санды, бірлік санды ыдыратады. Мысалы, 1/2 ол жарты сан, 1/2 деген мысалы. Сол сияқты, сондай. Сосын, тағы да сондай сөздер бар. Мысалы, драпать деген сөз бар. Драпать деген сөз бір нәрседен қорқып, мысалы, екі тарап соғысып жатса, мысалы, екі жақ жаңағы ұйымдастыру, оны драпать етпей шегінуге болады, мысалы. Ұйымдасқан түрде жайлап шегінуге болады. Жауға тойтарыс бере алмайтынын біліп, жайлап шегінуге болады. Сол ұйымдастыруды жоғалтып алып, ыдырап қашуға болады. Ыдырап қашуды сол драпать деп атайды. Сол біздің ыдыра деген сөзімізден туындаған сөздер ғой. Тағы қандай сөздер бар? Дристать. Яғни адамның іші өткенде дәретінің сұйық дәрет болып шығу, сол дристать. Ыдырап шығу, дәретінің ыдырап шығу. Осындай сөздер. Бұл драндулет дейді, мысалы. Драндулет. Драндулет деп нені айтады? Сапасы төмен, тозған, сондай машиналарды, көліктерді драндулет деп атамай ма? Бірлігі жойылған, ыдыраған машина деген сөз ғой. Ыдыраған көлік. Сондай нәрсе. Ал
әзірге рахмет, тыңдағандарыңызға рахмет.